Армысыздар, тағдыр сыйы каналымның тыңдаушылары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап отырыңыздар. Қызымды қалай құтқарамын? Соңғы бөлім. Бір аптадан соң қызым есін жия бастады. Келген күннің ертесінен бастап 3 күн ұйықтады ғой. Қорқып кеттім. Көрпесін бүркеніп алып, ұйықтай берді. Тамақ жеуге әрең тұрғызамыз. Ұйқысы қанып, есін жиып, бетіне қан жүгіріп, қызымның көзі ашылып қалды. Бір аптадан соң әңгімеге тарттым. Ол кезде екінші қызым Астанаға қайтып кеткен. Ерке екеуміз кешке серуендеп жүріп, ақырын сұрай бастадым. Қызым, маған ештеңені жасырмай айтшы, ол үйде не болды? Деймін жай ғана. Мама, сіз шыдамсыз адамсыз ғой. Мен қазір айтсам, оларға айқайлап кетесіз. Одан да ештеңені айтпай-ақ қояйыншы, дейді төмен қарап. Қызым, уәде беремін, оларға ештеңе демеймін. Тек сол 2 айда не болғанын айтшы, соншама азып-тозып кететіндей не жағдай болды, деймін шыдамсыздана. Жарайды, айтамын, бірақ сізде уәдеңізде тұрыңыз, оларға ұрыспаңыз. Мен Қанатпен ажырасқым келмейді, осыны ұмытпаңыз. Ол өте жақсы адам, тек мамасы... деп тоқтап қалды. Не мамасы? Мамасы не істеді саған? Деп даусым шығып кетті. Қызым, маған өкпелі көзбен қарап, уәде бердіңіз ғой, дегендей аузы бұртиып қалды. Болды, қойдым, кешір, тек ештеңені жасырмай айтшы, дедім құшақтап. Екеуміз саябақтағы орындыққа отырып алдық. Қызымның ойлы көзі алысқа кетті. Үндемей отыр. Мен де үндемедім. Бір кезде, мама, егер менің әкем тірі болғанда, олар мені бұлай басынбас еді, деп бастады әңгімесін. Үлкен абысыным Айжан бар ғой, соның әкесі өте қатал екен. Енем сол құдасынан жаман қорқады. Абысыным мен қайнағам жұмыс істейді. Азанда кетеді, кешке келеді. Үйдің тірлігіне қолының ұшында тигізбейді. Тіпті шай ішкен кесесінде жумайды. 2 келін бір үйде тұрамыз. Ол ханшайым сияқты, ал мен сол үйдің күңі сияқтымын. Азаннан кешке дейін үй тірлігін істеп жүре беремін. Жұмыстан қашпаймын ғой. 9 сынып бітіргеннен бері еңбектеніп келемін емес пе? Бірақ екеумізді алалайтыны жаныма батады. Менің әкем жоқ болғаным үшін солай жазалайма деп ойладым. Әкемді мен өлтіріппін ба? Неге адамдар тек жағдайымен, түр әлпетіне қарап, төркініне қарап бөледі? Мені бөлектегендері айтпаса да білініп тұратын. Келін болып түскен соң 10 күннен кейін Қанат ауыра бастады. Бірінші басым ауырады, дей берді. Бір күні ұйықтап жатсам, Қанаттың айқайлаған даусынан шошып ояндым. Түріне қарасам, көздері ойнақтап, бір нәрседен қатты қорыққан сияқты аспанға қарап қолын созады. Әне, келе жатыр. Анау 3 адам маған жақындап қалды, деп жан даусымен айқайлайды. Бәрі бөлмемізге жүгіріп келді. Мен қатты қорқаным соншалық, қозғалуға шамам келмей қалған. Енем бісмілләсін айтып, дұғалар оқып жатыр. Абысыным мені зал жаққа алып кетті. Бір кезде күйеуімнің жылаған даусы естілді. Не керек? Сол түні ұйқы бетін көрмедік. Ертесіне күйеуіме жақындамақ тұрмақ, түріне қарауға қорқамын. Кешегі ойнақтаған көздері есімнен кетпейді. Енеме айтып едім, ол мені өзінің қасына жатқызды. Атам вахтада жұмыс жасайды. Сонымен Қанат бірде сау, бірде ауру. Сау кезінде мені тастап кетпеші, деп жалынады. Неше түрлі молдаларға апарды, бірақ нәтиже жоқ. Көзіне біреулер елестеп, біресе жылап, біресе күліп, түсініксіз жағдайлар болатын. Бәрі сол Жетісайдағы молдаға барып келгеннен кейін басталды. Ол жақтан келгендегі енемнің көзқарасы әлі есімнен кетпейді. Сондай өшпенділік көзімен қараған еді. Сен менің баламды дуалапсың ғой, дуа кеш. Үндемей жүріп, бәрін бүлдіріп жүрген сен екенсің ғой, дегенде мен түсінбей қалдым. Мама, не деп тұрсыз? Қайдағы дуа? Дуа деген не өзі? Деп түсінбей қалдым. Иә, түк білмей қал. Неменеге өтірік көлгірсіп тұрсың? Айт шыныңды. Қай жерге жасаттың дуаны?
деп айқайлағанда қорқып кеттім. Мама, енем қайдағы дуаны айтып отыр, мені солай жасайды дегенге сенесіз бе? Деп қызым сұрағанда, мен өз теріме сыймай, жынды болып кете жаздадым. Дәл қазір барып, Құдағидың шашын жұлсам ба деп, жұдырығымды тас қып түйіп отырдым. Бірақ сөйлеуге болмайды. Қызымды әрең дегенде сөйлеткенде, қазір бірдеңе десем, ол мүлдем ештеңе айтпай қоюы мүмкін. Өз-өзімді қолыма алып, жоға қызым, қайдағы дуа, сен ондайға бармайсың ғой, олар Арамза молдаға сеніп, шатасып жатқан болар, деген сөзді айтқаныма өзімнің жыным келіп отыр. Бірақ қызым үшін аяғына дейін тыңдауым керек. Әрі қарай не болды? Асықпай айта бер, деп жүзіне қарадым. Сол күннен бастап маған күн бермеді енем. Ол үйдің көңілсіз аурасынан қысылып жүргенім бар. Күйеуімнің ауруы, енемнің түртпектеуі, бәрі қосылып, мен ұйқыдан қалдым. Білмеймін, ұйқым келіп тұрса да, ұйықтай алмаймын. Көзімді жұмып ұйықтап жатқан сияқтымын. Бірақ санам ояу. Қазір ұйықтасам, күйеуім кенеттен айқайлап жібере ме деп қорқып жатамын. Бір өзімді залға жатқызып қойды. Маған тамақта жасатпай, дайындап берген шайымды да ішпей қойды. Бұл үй шынында да мола сияқты. Ешкіммен сөйлеспейді. Сәл қолымыз босап қалса, сүре жатта, тәсбих тарт, Инстаграм қарағанша, уағыз тыңда, деп тыныштық бермейді. Есіктің алдынан біреу өтіп бара жатса, анау неменеге жүр, дуа жасауға келген шығар, деп көшедегінің бәрін дуакеш қылып қояды. Көршінің үйінде шай ішпейді, нан ауыз тимейді. Тіпті тойдан келген сарқытты да итке береді екен. Балаларына да солай үйреткен. Қысқасы, ол үйдегінің бәрі тек енемнің бұйрығымен жүрген. Ол жат десе жатады, тұр десе тұрады. Балаларының бәріне намаз оқытқызып қойған. Мама, мен де бұрыннан намаз оқимын ғой, бірақ мынадай санасы уланып кеткен адамдарды бірінші рет көруім. Ол үйде Алладан басқа әңгіме айтылмайды. Бір жерге барып көрген білгеніңді айтайын десең, енем, олай деп айтпа, күнә болады. Оның үйінен тамақ жеме, харам, деп тыйып тастайды. Одан кейін әңгіме айтуға да қорқып қаласың. Бұл үйде тек атам ғана намаз оқымайды. Атам өте жақсы адам, бірақ бақытсыз, деп еркемнің көңіл күйі түсіп кетті. Атасын жақсы көретіні байқалады. Құлыным кіп-кішкентай болып, 2 айда соншама есейіп кеткеніне таң қалдым. Бір кезде сөзін қайта жалғастырды. Атам байқұс бақталық жұмыста істейді. 1 ай істеп, 1 ай демалады екен. Миллиондап тапқан ақшасының 1 тиынын құртпай, енеме санап береді. Сонда да жақпайды. Жұмыстан келсе де үйде болмай, басқа жаққа жұмысқа кетіп қалады. Жексенбі күні такси болып кете салады. Ең бастысы, мына үйде болмаса болды. Меніңше, ол үйден қашып жүреді. Өйткені енем оған да тыныштық бермейді. Арасында 100 грамдататын әдеті бар, бірақ салынып ішпейді. Соны енем бетіне басып, жағасынан алады. Үйге кіргеннен, ой алқаш, келдің бе, одан да намаз оқымайсың ба? Жұрттың еркектері намаз оқып дәретін алып жүреді. Ал сен кәпір, арақтан аузың құрғамайды. Сен ішсең, менің намазым қабыл болмайды. Балаларыңнан үлгі алмайсың ба? Деп миын жеп қояды. Байғұс атама жаным ашып кетеді. Әрине, сондай сөздерден кейін үйден қашып кетеді. Енем тіпті қасына жатпайды екен. Екеуі 2 тамда жатады. Бұл үйде Қанат пен атам ғана жақсы адамдар. Анау 2 қайнағам мен қайным енеме ұқсап қалған. Яғни, енем солай өзіне ұқсатып алған. Күніге дін туралы уағызды миына құя берсең, кез келген баланың санасы уланады ғой. Анау болмайды, мынау болмайды деген тыйымдары көп. Тіпті судың өзін артық жаратқызбайды. Үйде Аристон болса да, далаға дәрет алыңдар, суды ысырап қылмаңдар, дейді. Артық шомылуға қорқамыз. Бірдеңе болса, Алланың қалауымен болды. Алла солай қалап тұр, амал жоқ. Алла бәрін өзі реттейді. Бір Аллаға сен, басқа ешкімге сенбе, дей береді. Олардың айтуынша, Қанаттың ауруы да Алланың қалауы екен. Алла сол ауруы арқылы менің кім екенімді көздеріне шұқып көрсетіпті. Қайта дер кезінде
белгі беріпті. Әзірге саған бала тууға болмайды, деп баламды да түсіріп қойды. Дегенде мен, тоқта, қайдағы бала? Сенің балам түсіп қалды ма не? Деп шошып кеттім. Иә, мама, 1,5 айлық балам түсіп қалды. Аяғым ауыр екенін тест алып білгенде қатты қуанып едім. Бірақ енем қуанбаған сияқты. Өзімнің балам ауырып жатқанда қайдағы бала деген еді. Бір күні түнде құптан намазын оқиын деп жуынатын бөлмеде дәрет алайын деп жатсам, қайным, далаға алмайсыз ба, жылы суды құрта бермеңдер деп еді ғой мамам, дейді. Даладан қорқамын десем, маған айқайлап кетті. Үйде ешкім жоқ еді. Қанатты молдаға алып кеткен. Сол қайнымен ұрысқан күні ішім қатты ауырып, астымнан бірдеңе лоқ етіп түскендей болды. Әжетханаға кіріп қарасам, ұйыған қан екен. Ішім қатты ауырып, жылап жатып қалдым. Бірақ сол кезде дәрігерге де апармады. Енем келгенде айтып едім, ештеңе етпейді, Алланың қалауы сол шығар, деп жатқызып қойды. Дегенде қызым жылап жіберді. Мен мынаны естіп, жынданып кете жаздадым. Ерке, мен қазір барып, енеңнің шашын жұламын, деймін орнымнан атып тұрып. Мама, ештеңе демеңізші, уәде бердіңіз ғой, өткені өтті ғой. Бәрібір ажыраспайтын болған соң, дауласудың қажеті жоқ, дейді ғой күйдіріп. Ақерке, сен не деп тұрсың? Сен ол босағаға қайтып бармайсың. Мені де өлсін демесең, ол үйге қайтып барма. Манадай жағдайдан кейін қалайша ажыраспаймын деп отырсың, деп айқайлап кеттім. Мама, мен атама Қанатты тастап кетпеймін, деп уәде бергенмін. Атам өте жақсы адам. Ол маған, сәл шыдасаң, бұл үйден бөлек шығарамын. Күйеуіңді алып, мына үйден қашыңдар. Ұлымды анасынан құтқар. Ол бекерден бекер ауырып жатқан жоқ. Бала күнінде аттан құлап, басына зақым тиген болатын. Меніңше сол жарақат енді қысып жатқан сияқты. Ұлымды тәуіппен молдаларға апара бергенше медицинаның көмегіне жүгінсе болады ғой. Мені тыңдамайды, көріп жүрсің. Ертерек бұл үйден құтылмасаңдар, ажырасып тынасыңдар, деген атам. Сол үшін де мен Қанатты ол үйден құтқарғым келеді. Қанаттың мінезі атама ұқсаған. Тек енемнің сөзіне еріп, кейде дауыс көтергені болмаса, екеуміз жеке отырып, әңгімелесіп қалсақ, енем жүгіріп келіп, мені немесе Қанатты жұмсап жібереді. Екеумізді сөйлестірмейді. Қанат ауырып, Жетісайға барып келгелі жақындаспаппыз. Яғни енем жақындатпайды. Бір күнде 24 сағат болса, біз 2-3 минут қана сөйлесеміз. Бір-бірімізді сағынамыз. Бір үйде тұрсақ та алыстап барамыз. Бірақ сол дуа жасалды деген сөзден кейін енем біздің ортамызға түсіп алды, дейді қызым. Онда неге ұстап отыр сені? Күйеуінің қасына жатпасаң, бірге отырып тамақ ішпесең, не үшін жібермей отыр, десем. Жұрттардың сөзіне бола ұстап отыр мені. Баласы ауырып, келіні тастап кетіпті, деп күледі деген сөзін естіп қалғанмын. Сонда мені тек үйінің тірлігіне бола ұстап отыр екен ғой. Өткенде осы жаққа келердің алдында тағы бір молдаға барғанбыз. Мені де алып барды сол кезде. Енем менің көзімше, баламды мынау дуалапты, соны қайтара аласыз ба, дейді ғой. Сонда молда күліп жіберіп, сіз не деп отырсыз? Мына қыз періштедей тап-таза ғой. Қалай ұялмай айтып отырсыз мына сөзді? Қайта, сіз осы қызға аудармақшы болыпсыз ғой, деп ұрсып берді. Қызымның мына сөзін естіп, шошып кеттім. Тоқта, сені де оқытуға апарды ма не? Деймін шыдай алмай. Иә, мама, Жетісайдағы молдаға 2-ші рет барғанда мені де апарды ғой. Қанат екеуміздің басымызды тақап қойып, иығымнан сілкілеп отырып оқыды ғой, деп отыр. Ерке, енді манаған шыдай алмаймын мен, дедім телефоныма жабысып. Қызымның хабарласпа дегеніне қарамай, құдағиға телефон соқтым. Құдағи, Еркені оқытуға не үшін апардыңыз? Десем, баламның айқайлағаннан шошып қалған соң, оқытып жіберейін дегем, дейді тұтығып. Сіз менің қызыма дуаны аударамын деп бастарын түйістіріп қойып оқытыпсыз ғой. Кім ол молда? Маған мекен жайын беріңіз. Мен қазір барып, оны сотқа беріп, бұтыштын шығарайын. Оның сандырағы қызымның өмірін қорғылды ғой, деп жатқанда тұтқаны қоя салды. Қаным басыма шапты. Қайта хабарласам көтермейді. Арада 20 минут өтпей,
Қызыма Қанат хабарласып ұрсыпты. Далада отырсам, жүгіріп келіпті, ботадай боздап. Мама, енемді үй ішімен соттатамын дегеніңіз ба? Неге олай дейсіз? Қанат екеуміз ұрсып қалдық, деп жылап тұр. Әй, мен тек молданы соттатамын дедім ғой, дедім. Мама, енемнің құйтырқылығында сөз жоқ, таза әрті сол, алдында маған ауылыңа барып кел, деп алады да, мен киініп жатсам, Қанатты қайрап жібереді. Қанат, мен ауырып жатқанда сен қыдырып жүресің бе, десе көңіліне қарап, ешқайда бармай қоя саламын. Сыртқа шықсам, ауылыңа бармадың ба не? Деп түк болмағандай көлгірсейді. Мені түк білмейді деп ойлайды. Бірақ мен бәрі соның ісі екенін білемін, дейді қызым. Таңғалдым. Алдында тәтті шайда кездескенде бізге құда да, құдағи да ұнаған. Тіпті көпті көрген апамда ұнатып, жақсы адамдар сияқты деген, төгіліп қалған, ұзын көйлек киіп, басына әппақ орамал тартып алғаны, сондай әдемі жарасып тұр еді. Намаз оқимыз, үй ішімізбен намаз оқимыз, деп қайталай бергеніне де мән бермеппін. Санасы уланғандар екенін қайдан білейін. Адамның сыртқы пішініне емес, жан дүниесіне қарау керек екен ғой. Бір көргеннен адамды танып білу мүмкін емес қой. Бетперде таққан адамдар қаншама мына өмірде. Оларды тіпті өз баласының тағдыры қызықтырмайды. Біреуге жаманшылық жасап, өз ұрпағына зиян келтіріп жатқанын білмейді. Білсе де, ертеңін ойламай, момындарға қиянат жасайды. Қазір қызым үйде. Ол күйеуінен ажырағысы келмейді. Мен бармайсың, деп отырмын. Күйеу балада шешім қабылдай алмай, ажырасатын шығармыз, бір айдай бөлек тұра тұрайық. Сені қимаймын, мамам бөлек шықпайсыңдар, деп отыр. Деп не істерін білмей ол отыр. Енді бар үміт атасында. Атасы вахтадан келсе, бір шешімін шығарар деп отырмыз. Қазір қызымның реңі кіріп, көзі ашылып қалды. Маған салса, ол отбасына жолатқым келмейді. Бірақ қызымның көңіліне қараймын, күйеуін құтқарамын дегеніне қуанамын бір жағы. Екеуі бір-бірін жақсы көретініне сенімдімін. Меніңше, ешқандай дуа да жоқ, жында жоқ сияқты. Тек баланы толық тексеріп, дәрігерге қарату керек сияқты. Кейбір аналар өз балаларын қорғаймын деп жүріп, зияны тиіп кететінін білсе ғой. Баласы жігіт болып қалса да, ол үшін шешім қабылдап, әр қадамын бақылап отырған дұрыс емес деп ойлаймын. Жас келіннің сол үйге сіңіп кетуі ең бірінші енеге байланысты. Баласын қызғанатын енелер де бар. Өз көзімізбен көріп те жүрміз. Бірақ соны өздері мойындамайды. Отырып алып, келінін жамандайды. Менің балам деген, менің балам алтын ғой, деп тек баласын жақсы көріп, келінін бауырына басқысы келмейді. Екеуі бір-бірін қатты жақсы көріп, өліп өшіп тұрса, баламның басын айналдырып алған, деп шығатын аналар да бар. Жап-жас, бесіктен белі шықпаған қыз дуаны қайдан біледі? Тәуіп ақсылардың 90% дуа жасалған, деп айтады. Неге? Өйткені оларға сол выгодно. Дуа десе, сіз сол дуаны қайтарып бер, деп міндетті түрде айтасыз. Ал ол деген қып-қызыл ақша. Ұлыңыз үшін барыңызды беруге дайын тұрасыз. Құдағиымыз Жетісайдағы молдаға бір жылқының ақшасын беріпті. Әрине, одан кейін ол молда кінәлі адамды табу керек. Еш ойланбастан, мынау, деп жас келінді көрсете салған. Оның бір ауыз сандырағы қыздың тағдырын талқандағанмен жұмысы жоқ. Шарлатан дейді ондайларды. Қасиеті бар, мықты молдалар бар әрине. Бірақ қайсысы шынайы, қайсысы алаяқ екенін ажырату қиын. Қазір алаяқ тәуіппен арамза молдалар көбейіп кетті. Оған сенушілер көбеймесе азаймай тұр. Өте өкінішті. Құдағидың өзі намаз оқып жүріп, сондайларға бару күнә екенін қалай білмейді? Соны түсінбедім мен. Аллаға серік қосу демей ма ондайларды? Олар сенің мәселеңе қарап, не істегің келеді, соны айтып бере салады. Яғни, өзіне тиімді нәрсені айтса, саудасы жүреді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тәуіптерге сенуге бола ма? Дуа дегенге сенесіз бе?